көшемен келе, жол қиылысынан бұрыла бергенде бірнеше қазақтың жігіттері қызара бөртіп, көздері алайып, дауыстары гүр-гүр етіп, гәпіріп тұр. Қастарында ішілген екі шөлмектің шишалары жатыр. Өздері темекіні будақтатып, қарқ-қарқ күліп, былшылдатып, жандарын шашып тұр екен. Жүзімді бұрып, «Ей, мыналарың не? Атадан қалған аспа» деп едім. Біреуі, «Бұл да бидайдан жасалған тағам ғой» деп дөрекі. Екінші маған жымыңдап әндете бастады. «Ертістің ар жағынан келген арақ, ішіп алсаң кетеді, бойға тарап, шіркін. Адамды күшейтіп кекіртеді, құтыртып, айуандай секіртеді» деп лағып келе жатыр еді. Қасындағы үйдің есігі ашылып, халатпен шыққан әйел, «Өй, бейшаралар, сідіктері беттеріне шығыпты, өңшең алқаш» деп қолындағы оқтауымен біреуін бастан ұрды. Сірә күйеу болу керек. Үй антұрған, сідігінді шікір деп қойып жіберіп еді, бәрі тарап қашты. Мен жөніммен кетіп, не қызық, өздерін құртқан адамдар. Қаншама жанұя айырылысып, осы арақтан қанша бала зардап шегіп, қаншасы өліп жатыр деген ойымнан кетпеді. Бұлар білемекен 1970-80 жылдары қазақты орыстандыру, мәңгүрт ету саясатын ұстанған Қызыл Кремль қазақты орыстандыру құпия институттарын ашып, жұмыс жасаған. Соның бір бағыты қазақты араққа үйрету болды. Арақтан қайдан шыққанын да білмейтін шығар сірә. Әл-Фарабидің сөзі бар емес пе? Бірінші адамға тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзатқа қиянат әкеледі деген. Ие, ақшаны құмартқан ғалым сымақтар адам нәжісінен спирт алуды үйренді. Тарихқа үңілсең, 1941 жылы фашистердің басып алған жерлердегі село, деревня, хуторлардың даладағы әжетханаларын арнайы машинамен сорып, вагон-цистернамен Германияға жеткізді. Одан спирт алып, арақ шарап жасап, қалдығын тыңайтқышқа пайдаланды. Осыны көрген мұжықтар таң қалып, «Они пришли завоевывать, чтобы очистить наши нужники» деп күлген. Ащы шындық. Қазір мыңдаған тонна спирт, арақ шарап осы көршілес Қытайдан әкеледі. Оның бәрі адам нәжісінен, яғни дәретінен әкеліп жасалады ғой. Қазағым, түсініңдер. Дәретін ішкен ол харам, ең бірінші тектіліктен айырады. Жеті ата бабадан келе жатқан генетикалық кодты бұзады. Ұрпағы әлсіз, мәңгүрт, әлжуас, бейшара болады. Тоқтат қазағым. Ислам қағидаларында былай делінген: пайғамбарымыз: 3 адам жәннатқа кірмейді. Олар арақ ішуші, туысқандықты үзуші және сиқырға сенуші. Кімдегі мас болып өлсе, о дүниеде Әлгута өзенінен сусындайды. Ол өзен зинақор әйелдердің мүшесінен ағады. Олардың мүшесінің иісінен тозақтағылар қатты жиіркенеді, тұншығады деген. Екінші хадисте арақ 10 түрлі қарғысқа ұшыратады. Арақтың өзі оны ішуші, оны құюшы, арақ беруші, сатушы, сатқызушы, сатып алушы, даярлаушы және дайындатушы. Тойға барсаң, дастарханда отырғандар шіреніп, официант жас қыздар мен ұлдарға арақ құйғыздыртып, оларды да күнәға батыруда. Сұмдық қой, осыма жастарға берген тәрбиелерің. Ислам бойынша ішкен адамға 80 дүре соғылады, ішкенге сәлем бермейді, ауырса көңілін сұрамайды, өлсе жаназасы шығарылмайды. Ішкенге жәннат есігі жабық. Ойлан, қайран қазағым. Жас ұрпақты дұрыс тәрбиелейік, шайтан сумен бірге күресейік. Жинақтаған Бауыржан Сатыбалдыұлы Ешмағамбетов.